Маған Қайрат командасындағы Еркебұлан Сейдахметов күшті ойнайды, иә, прям. Фигура жайында айтпай қойып, пресстер жайында. Сол енді айтайын деп отырып, абат көріп қалса. Жопаулы әйелімен келмейді. Мальдиви деген сияқты ғой. Тағы да. Маған ешкім кетпей ма, сонда? Қайттың. Барселона. Барселона? Сәлем достар, сіздермен Манесаны және Париматч ұйымдастырған футбол викторинасының кезекті шығарылымы өздеріңіз қазірден түсініп отқандай бүгінгі шығарылым өте ерекше, өте сондай сұлулыққа толған шығарылым болайын деп тұр. Себебі қос бірдей аруымыз бүгін біздің студиямызға келді. Енді бірден айта кетейін, біз қазіргі таңда Казспорт телеарнасында осы екі арумен әріптес болып бірге спортты таңда және спорт тайм бағдарламасын жүргізіп жүрміз. Спорт жайында қатты нелері көп деші информация бар. Спорт жайлы енді жілігін шағып майын ішкен қыздар деп айтап қояйын қазір. Таныстыра кетейік, олай болса актриса, продюсер Әйгерім Қалмұратова. Әйгерім, қош келдің. Және де актриса, жүргізуші болып жүрген қазіргі таңдағы Нұрсұлу Ізбасарова. Және Нұрсұлу бізде футболға өте жақын, себебі оның жан жары Еркебұлан Сейдахмет, Еркебұланның жұбайы, иә? Қорға бердейсің ғой, солай болып әзірден. Жалпы қыздар көңіл-күй қалай? Жақсы. Күшті. Ойынға деген құлшыныс қалай? Артып тұр құлшынысымыз. Нұрсұлтық артпаса енді білмеймін. Бір-біріңді жеңуге дайын болып тұрсыңдар ма? Құлшыныстарыңды одан ары қарай арттырайын. Жалпы бізде тек қана бүгін жеңімпаз деген анықтап қоймаймыз. Біздің қомақты сыйлық қорымыз бар, яғни бүгінгі жеңімпаз 100 000 теңгенің иегері атанды. Ал сұрағыңды қоя беремін. Біз дайынбыз деп. Сұрағы бірден осыдан бастайық десей. Сөйтіп айтпадың ба басын, бұрыннан келіп қатысатын ғой деп. Жалпы енді ойынымызды бастамастан бұрын аздап сұрай кетейін. Жалпы футбол саласында қай құрамның немесе қай ойыншыны ұнатасыңдар? Әйгерім, сен бастасақ. Негізі әрине енді бүкіл ел деп айтсақ та болады. Криш, Роналдо, Реал Мадрид, және де негізі PSG-ны да ұнатамын, Францияның. Кейін Месси әрине. Енді аты аталмаған біздің қазақстандық өзіміздің де футболшыларды айтып кетейік. Қазіргі таңда Бешикташта өнер көрсетіп жүр, бір жарқ етіп жұлдызы жанған Бахтияр Зайнудин. Кейін Исламхан, әрине өкінішке орай араб елінде жақсы өнер көрсетіп жүріп, өкінішке бір допинг тима, сондай бір нәрселерден қайтқаны болмаса. Сол сияқты бізде көп қой негізі мықты-мықты көзге түсіп жүрген. Нұралы әліп бар да? Әріп бар, мықты. Самый высокий, черненький. Нұрсұлу, сен өзің енді? Енді маған... Жігітіңді айтсай бірінші. Маған Қайрат командасындағы Еркебұлан Сейдахметов күшті ойнайды, иә, прям. Солай ма? Күйеуің болғаннан кейін жатсың ба? Жоқ, негізі ойыншылар көп. Астана командасында да кім бар еді? Елхан бар, Астанов көп қой, қазақтардың айтатын. Иә, көп негізі. Ордабасыда да жақсы ойыншылар. Асқат ағы берген жақсы. Ордабасы, Шымкент. Астана кейін. Сабол жақсы қазір. Екеуміз біраз біліп қалдық. Бағдарламаны тек баста алмайды ма? Білімдерің сөзсіз көрініп тұр. Олай болса енді көп күттірмей, біздің көрермендерді көп күттірмей бірден бастайық. Жалпы бірінші таймның ережесін түсіндіре кетейін. Қазір біз футбол туралы сөйлесетін боламыз, футбол туралы сұрақтар қоятын боламыз, футболдың айналасындағы сұрақтар, факттар, қандай да бір стадиондар туралы сендердің енді біліктіліктеріңді деп айтайықшы, білімдеріңді деп айтпай қояйық, хабарларыңды пысықтайтын боламыз. Кезекпен жауап бересіңдер. Егер де қарсыластарың қателесіп қалып жатса, оның орнына жауап беруге мүмкіндік бар. Егер де дұрыс жауап берсеңдер, оның бір ұпайын алып кетесіңдер. Әрбір дұрыс жауапқа бір ұпайдан беріп отырамыз. Ойын ережесі түсінікті ғой? Иә. Кім бірінші бастайды, соны шешіп алайық онда? Енді футболшының, атақты футболшының деп айтайыншы, мұнда сүйікті жары отқан кезде мен бастамай-ақ қойын. Жарайды, олай болса Нұрсұлудан бастайық. Әріптесіме деп айтайыншы. Нұрсұлудан бастайық, және алғашқы біздің сұрағымыз бірінші турдағы. Нұрсұлу, былай. Европа чемпионаты, яғни осы биыл 2024 жылы жазда өтетін, қай елде өтеді? Германияда. Дұрыс. Жалпы дұрыс айтасың. Европа чемпионат туралы жалпы қандай да бір хабарың бар ма? 4 жылда болады Европа чемпионаты. Германияда болды осы соңғы рет. Болады. Жоқ, болады. Болады, иә, болады. Сол?
Және біздің ұлттық құрамамыз өте жақын қалды, иә, шығуға, иә. Бірақ Грециямен 5-0 есебімен ұтылды. Өкінішке орай сол матчты мен өзім көргем. Ауыр деші. Дұрыс жауап. Есеп 1-0. Әрі қарай жалғастырайық. Әйгерім, саған сұрақ. Хён Мин Сон қай елдің футболшысы? Енді аты айтып тұрған шығар, осы жерде қателессем ұят шығар, иә. Корея? Ол қазақ десе де. Дұрыс, иә. Жоқ, енді былай қарасаңыз, әр елдің ойыншылары да ойнай береді ғой. Енді ол ұлтына да неге де емес. Енді бірақ білуімше, я Корея, Оңтүстік Кореяның ойыншысы. Иә, дұрыс айтасың. Және Оңтүстік Кореяның жай ғана ойыншысы емес, сол құрама капитаны және ағылшындық Тоттенхэм футбол клубында өнер көрсететін жарық жұлдыздарының бірі. Дұрыс, есеп 1-1. Әрі қарай жалғастырамыз. Нұрсұлу, келесі сұрақ саған. Чемпиондар лигасының финалы өтетін стадион. Лондонда орналасқан, Уэмбли. Сен айтып едің ғой, недавно барамын деп. Дәл өзі. Алдын ала дайындаған екен ғой, иә? Мен, Құдай қаласа, сол Уэмбли стадионына барып, сол жақтан осы арнамызға влог түсіретін боламыз. Сәттілік тілейміз. Рахмет көп. Сол стадионнан бізге сәлем жолда. Міндетті түрде. Ол стадионға барғандарман да, бармағандарман да сияқты ғой. Иә, себебі өзіне 90 мың адам сыйдыратын стадион Англиядағы ең үлкен стадиондардың бірі. Дұрыс, Нұрсұлу, дұрыс жауап. Есеп 2-1. Әйгерім, жалпы дайындықтарың өте керемет болып тұр, маған өте қатты ұнап тұр. Келесі сұрақ, 4-ші сұрақ. Асхат Тағыберген. Қай өңірдің тумасы? Жерлесім ғой, Қызылорда. Керемет. Енді оны білмесем ұят болар. Иә. Асхат Тағыберген туралы қандай да бір қызықты ақпаратың бар болса, жерлесің туралы. Қайсар футбол клубының сен жақында ойынына бардың? Ойынына бардым, иә. Асхатты Қызылордада. Енді ең бірінші өзім ол қалада туылғанмен өскенім болмаса, бірақ енді жаңа өзің жерлестеріңді біліп жүр деп бекер айтпайды ғой. Сол себепті Асхат, иә, мықты ойыншылардың бірі. Өзінің футболда осы ойып тұрып орын алған ойыншылардың бірі деп айтсам болады. Енді білмеймін, біздің қазір көрермендерге айтып отырсам, қыз ол мынандай, ол осындай болған. Ұят шығар, кішкене білмейтін адам жоқ шығар деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, ойыңмен толықтай келісемін. Есеп 2-2. Әрі қарай жалғастырайық. Мына сұрақтың дәл Нұрсұлуға түскенде қызық болып тұр. Енді бұл жерде рет қой, енді кезекпен түсіп қалғаны. Еркебұлан Сейдахмет. Қай өңірдің тумасы? Қалай? Еркебұлан Сейдахмет қай өңірдің тумасы? Қатты ойлансаң осы жерде. Мен айтайыншы деймін ба? Ұмытып қалдым. Қай өңірдікі деші? Кім еді ол десе? Кім еді ол вообще деп. Тараздікі. Тараздық. Дұрыс, өте дұрыс. Енді Еркебұлан Сейдахмет туралы тағы да толыққанды ақпарат бере кетсең. Біз Еркебұлан Сейдахмет футболшы ретінде танимыз. Иә. Мен де футболшы ретінде айта аламын қазір. Қалай танысқандардың бәрін айтып кетсең ба? Қандай 10 сағат күйеу екенін. Енді Еркебұлан, біз Еркош дейміз үйде. Еркош бұрын Таразда ойнаған басында, сосын Уфаға кетті, Россияға. Сол жақта бірнеше жыл ойнап, Қайратқа келді. Қазір Қайратта ойнайды, уже неше жыл болды, иә? 5 жыл болды. 5 жыл болды ма? Білмейткем, оны сұрамаппын. Сол негізі жақсы футболист, жақсы күйеу деп қоясың ғой. Жаман жағын айтайын ба деп мен. Жақында Қызылордаға бардым ғой мен. Қызылордада Қайсар мен Қайраттың ойыны болды. Сол кезде сіздің жолдасыңыз ойнаған. Соңғы бір минуттарда Қайсар жеңіп кетті, 1-0 болып ұтты. Енді Қайсардың жанкүйерлері енді Қайраттың ойыншыларының біраз жеді десе де болады. Кәдімгідей. Ол кісілер өздерінің жаргондары бар да ана жерде. Мен аузым ашылып отыр. Әрине мен қызылордалықтарға да жерлестерім болғаннан кейін жанкүйер болып оттым. Одан кейін енді Қайрат былай Қазақстандағы ең номері 1 футбол жаңағы несі құрамы деп айтсақ болады ғой. Сол себепті енді Қайратқа да жанкүйері болдым. Сол жерде сіздің жолдасыңыз ойнады. Бірақ сол кезде әттеген-ай деген кездер өте көп болды. Өйткені негізі Қайратты атын қалдым ғой құрсын. Еркебұланның. Еркеш деп айтайын деп қалып отырмын, Еркош. Еркебұланның негізі енді кезінде де алдыңғы ойындарында да біраз өзін тамаша көрсетті ғой. Сол енді сол несіне қайтадан оралса екен деймін да. Енді мен өзім бір нем болып отыр ғой, сіңіл ретінде, әпкесі ретінде дейінші, енді жасым үлкен шығар.
жаңағыдай жолдасыңыз сол бір кезіндегі көрсеткен ойындарындай бір мотивация жетпей жүр ма, үйде бір күшлеп оқтау керек саған. Менің ойымша сол себепті сол қарқына қайтадан түсе нұр үстіне нұр болар еді дейікші. Керемет ойыңмен қосыламын, және Еркошты біз ұлттық құрамада да күтеміз. Біраз болды, өзі де келгісі келіп жүргенде бірнеше сұхбаттарда да айтқан еді, және оның қолынан келеді деген үміттеміз. Дұрыс, бұл енді есеп 3-2, Нұрсұлу сен дұрыс жауап бердің. 6-шы сұрақ Әйгерім саған. 13-ші сектор деп қай клуб жанкүйерлерін айтамыз? Алдында біз енді бірге көрермендер тағы айта кетейік, Қазспорт арнасында спорт таңда бағдарламасында үшеумізді бірге жүргіземіз ғой. Сонда Әлімжан өзінің маған есінде ме, қандай жанкүйерлерді жақсы көресің қазақстандық деп, сол кезде мен айтқам 13-ші сектор Ақтөбе қатты жақсы көремін деп. Өйткені бір шетелдік ойында отырған сияқты сезінесің да, 13-ші сектордың жанкүйерлерінің сондай бір рухты, намысты, керемет ойыншыларға деген мотивация дейікші, керемет жанкүйерлер болады. Сондықтан Ақтөбе әрине мен жақсы көремін ол жанкүйерлерді 13-ші секторда. Қобыланды Батыр стадионында, Ақтөбенің. Тамаша. Жанкүйерлері осы Алматыға Ақтөбеден пойызбен келеді естуімше, 3 күн бойы сол матч. Кісілер қалмайды, айттым ғой, нағыз Қазақстандағы номері 1-ші жанкүйерлер деп айтсам артық айтпаспын. Осы сөзіңнен кейін біздің бір жоқ дегенде 500 көрермен саған қарай жазылып жатыр ғой. Жақсы, қуанышты болар едім. Дұрыс, Ақтөбе жанкүйерлері 13-ші сектор деп атайды, есеп 3-3, әрі қарай жалғастырайық. 7-ші сұрағымыз, соңғы әлем чемпионы Нұрсұлу қай ел? Соңғы чемпионды Аргентина. Аргентина туралы көрдің ба сол ойында? Көрдім, Франциямен ойнады, Франция мен Аргентина, пенальтимен ұтып кеткен көрдім. Ол кезде біз Нұралы Әліптің тойында отырғанбыз. Сол кезде экраннан көрсеткен бізге прямой эфирді. Той жайына қалып, бәріміз ананы матчты қарап отырып қой. Нұралының өзі шығып кетіп айқайлап. Өзі осылай кубокты алып жүгірді ғой. Дұрыс, керемет. Осындай тағы да ақпараттар болса, кімнің тойында не болып жатқанын айта отыр бізге міндетті түрде. Енді олардың тойында футбол матчты қарамаса енді білмеймін. Дұрыс. Әрі қарай 8-ші сұрақ Әйгерім саған. Абат Айымбетов қазір қай клубта өнер көрсетеді? Абатты мен білімше жаңа айтып кеткем, Бешикташқа Зайнудинов Бахтияр кетті. Онда Турцияға кеткен білем. Бірақ енді Бешикташ Турцияның номер 1-ші футбол алдыңғы топтағы командасы деп айтсам болады. Ал Абат Турцияда қазір айтам бір қиындау негізі. Бірақ Турцияның екені уже примерно дұрыс айтып тұрмын ғой. Қаланы Адана бірдеңе спорт деген. Адана Деми спорт. Деми спорт. Все, кешірім сұраймын. Адана Деми спорт. Жалпы осы Абаттың осы Данияға Абат жайлы айтып кетсем, негізі ең бірінші көзге түскені мен үшін сақалымен. Сосын менің білім ең бірінші рет жаңада внимание обратила деп айтайыншы, бәріміз шулады қой, жанкүйерлер ана кеудешесіне киіп алған туралы, ол туралы біраз әңгімелер болды. Оны енді қарапайым мүмкін футболға еш қатысы жоқ адамдардың айтқан сөздері шығар, мүмкін жаңағыдай киініп алған деп. Негізі көптеген спортсмендер киіп жүреді, себебі жүрек қағысын, денсаулығын, өйткені оңай емес қой, 90 минут бойы жарайды, 45 минут демалысы бар арасында дегенде үзілісі. Бірақ жүгіру деген ол өте қауіпті нәрсе. Егерде бір өзінің денсаулығында бір сондай бір не бар болған шығар, сол үшін де кигізген шығар деймін, аппараттарды қояды ғой, жаңа қыстырып қояды дегендей. Соны ана футболкасын 89-шы минутта ма соғып, футболкасын шешкен кездегі ана жердегі бум болған сол нәрсе есте қалып, сол кезде орысша айтқанда внимание обратила на него, сосын сақалды, бұл қазақ па, қай жақтың жігіті деген сияқты ой болып қалды да. Содан бастап білем, инстаграмына кіріп көргенім бар, салған голдарын деген сияқты.
сияқты. Және де сол бір сәтпен енді есте қалды Абат мен үшін. Және де енді мықты ойыншылардың бірі бекерден бекер мен ойлаймын, біздің мықты ойыншыларымызды шетелдік құрама командалары бекерден бекер алмайтын шығар. Әттеген-ай дейсің да, өзімізде қалса екен деп. Әрине бізде де матч болғанда олар енді келіп ойнайтыны сөзсіз ғой, әрине. Десе де, Абатта сол қырынан білемін. Негізі хайпанул деп айтамыз ғой, біздің қазіргі тілмен айтқан кезде. Керемет, дұрыс айтасың, толыққанды жауап бердің. Бұл шығарылымда мүмкін фигура жайында айтпай қойын, пресстер жайында. Сол енді айтайын деп отырмын, Абат көріп қалса, Абат футболкасын Әйгерім менің инстаграмыма кірген екен. Мен ол кезде барлығы наған қарап жатыр ғой енді. Мен енді оны біліп тұрмын ғой, не үшін екен. Оф дедің ба? Не деген деп қалған бір сәт болды. Дұрыс, сен ғана емес, енді біраз жалпы. Абат сәлем деп ше. Осы жерін қырқып алып, мынаны салу керек болды. Мен қазір Қазпортта жұмыс істеймін. Алматыға келіп жатсаң келем деп ше. Кел біздің бағдарламаға. Мен білуімше басы бос, сосын? Басы бос. Футболшының әйел болған қалай жалпы? Күшті керемет. Жақсы ма? Бірақ қасыңда болмайды, вообще қасыңда болмайды. Всегда басқа қалада жүреді. Сосын мен білуімше, мысалы үшін қазір сұрағым келіп тұрды, Абатқа келіп ештеңе етпей ма созып жатқанымыз? Жоқ, ештеңе етпейді, жақсы. Абатқа келіп неғылым келіп тұрды, мысалы үшін ең көп Зайнудинов бәленбай миллионда 5 миллион қалды. Айлығы ма? Айлығын айтып жатыр. Айлығы 80 миллион. 80 миллионда, $50,000 ма қанша еді? Сондай алады да, соның Абаттың зарплатасы қанша екен деймін. Жаман емес, жалпы. Сол бір неде шығар, енді ең үлкені Зайнудиновтікі екен білем? Бір. Абаттікі де енді маған жете ма дегенім ғой просто. Жетеді, маған түскен ақпараттар бойынша енді ол толыққанды 100% сондай деп айта алмаймыз, сол 30-40-тың артында. Жоқ, қазір ойлап қалмасын, мына жерде футболшылардың біреудің қалтасын ақтарып жатыр деген әңгіме емес. Қаншалықты ойыншы мықты болған сайын, оның жаңағы төлем ақысы жоғары болады. Кімдікі жоғары, әрине ол тамаша ойыншы деген сөз болып келеді. Сол себепті қазір енді қалжың ретінде айтып жатқан ғой. Кім біледі, ертең Абат хабарласып тұрса, негізі мен зарплатам осынша деп. Дұрыс. Абат туралы енді ұзақ тоқталып айттық, керемет. Ары қарай жалғастырайық. Есеп 4-4, Нұрсұлу. Сенің кезегің. Футбол королі деп кімді атадың? Пеле. Дұрыс. Мынау таза футболшының әйелі екенін көрініп тұр. Енді бұл жерде де Пеле мен Марадонаны да айтып кетсек болады. Менің ойымша да, өйткені екеуі де осы футболдың сонау бір кездегі бізде де бір эфир болған сол жайында да, Пеле жайында болған. Содан кейін ойланып қарасам, Марадона да, мысалы үшін танымалы футболдың королі деп айтуға лайықты. Ол аталып та кеткен ғой, мысалы үшін король дегенде ат берілген. Жалпы мен екеуін айтса болады дегенім ғой, енді қосып айтты. Неаполь қаласына влог түсіріп барған кезде сол Марадонаны ол жердегілер қатты құрметтейді. Яғни сен Неаполь қаласынан бір өзіңнің досыңа немесе үйіңе ескерткіш ретінде бір сувенир алып келгің келсе, ол жерде Неаполь қаласының ештеңесі жоқ, Марадонаның алып келесің. Және әрбір дүкен, кәдімгі азық-түлік сататын дүкенде Марадонаның суреттері ілініп тұрған. Андай не сияқты ғой, не то что кумир ретінде ғана емес, бір ұстанатындай, пір тұтатын адамдар деп айтсақ болады. Пір тұтатын адамдардың бірі ғой. Дұрыс. Соңғы сұрағымыз, Әйгерім, саған есеп 5-4, бірінші турымыз, бірінші таймымыз осымен аяқталады. Алтын допты ең көп алған ойыншы кім? Енді бұны білмесек те ұят шығар. Месси әрине. Бірақ көп шатастырып жатады. Роналдомен теңестіріп жатады. Өздері болады. Кейін одан да бөлек алтын доп алып жатқан футболшылар көп қой. Бірақ енді әлем бойынша Месси бірінші орында 7 ма, 8 ба? 7 рет алған. Керемет. Осымен енді бірінші таймымыз аяқталды. Енді екеуің де жайдан жай осындай спорт туралы бағдарламада жүргізіп жүрген жоқ екендер. Дәлелдеп жатырмыз ба? Дәлелдеп жатсыңдар кәдімгідей. Керемет ойын өтіп жатыр. Бірінші таймымыз осымен аяқталды. Есеп 5-5. Достар, Франция ұлттық құрамасының осы су жаңа жейдесін жеңіп алғың келе ма? Олай болса шарттарымыз әдеттегідей біздің каналымызға тіркел, комментарий жаз және өзіңнің лайкыңды басып кет. Және осы жейде саған бұйырып қалуы мүмкін. Сәттілік достар.
Иә, олай болса екінші турымызға да, екінші таймға да келіп жеттік. Бірінші тайм өте керемет өтті, өте тартысты, 5-5. Енді бұл жерде де ойынның шартын түсіндіре кететін болсам, қазір біз футболшылардың суретін көрсететін боламыз. Және сол футболшыларды танып, сол туралы ақпарат бар болса, бөлісе кетсеңдер тіпті керемет болады. Жалпы бұл жерде де сол ретпен, кезек-кезекпен, егерде біреу қателесіп қалып жатса, қарсыласқа жауап беруге мүмкіндік бар. Барлығы түсінікті болса, бастайық. Ондай болса, екінші таймның алғашқы ойыншысы ол кім екен? Кім бастайды? Кім бастайды, жеш былай. Әйгерім бастасын, енді алдыңғы турда мен бастадым ғой. Иә, бұл жолы Әйгерімге беріп жатыр екен. Онда алғашқы ойыншымыз Әйгерім саған, ол жас ойыншы, PSG-ның ойыншысы Мбаппе. Мбаппе, өлігер бар. Сосын Мбаппенің Реал командасына барады деген бір сыбыс бар. Соны айта кеткім келіп тұр, Реалдың фанаттарын күтіп алғанын айтам да. Естеріңізде ме? Осы бір-екі күнде ғана шықты ғой, бір ютубтан көрдім. Суреттеріне, футболкаларына суреттеріне қылып, құрметтейді, өте құрметтейді. Жас спортшы болғанымен өзін белсенді түрде тамаша көрсетіп келе жатқан футболшылардың қатарында. Әлде бұның болашағы зор деген үміт барлығында бар деп ойлаймын. Сондықтан Мбаппе. Керемет. Дұрыс, бұл Килиан Мбаппе, Францияның жас жұлдызы, жақын арада енді өзің айтқандай Реал Мадридке ауысады деген көптеген ақпараттар шығып жатыр, және болашақ алтын доптың иегері деп те атайды. Дұрыс. Екінші ойыншымыз Нұрсұлу саған, ол кім екен? Бұл әрине Қайратта ойнайтын Жо Пауло. Енді бұл бұрын Қайратта көп гол салған негізі Жо Пауло. Осы Жо Паулоға ғана сенетінбіз, оның басқасы құрсын Жо Пауло салшы бір гол деп, но осы жылы жолы болмай жүр. Жалпы отбасы болып, бір Қайраттың қандай да бір кешкі астарында араласып барамыз, но Жо Пауло әйелімен келмейді. Келмейді ма? Келмейді. Гадриани деген бар, сосын Зария бар, солар әйелдермен келеді. Грузинстер ғой, орысша біледі да. Бұл әйелімен келмейді. Сантанамен араласады, кажется. Әйелдер. Бразилия. Екеуі де бразилия, солай араласатын екен. Жалпы бүкіл өсекті біліп алатын болып Қайратқа қатысты деп. Біз білмейтін информация ғой былай қарасақ. Дұрыс, Жауап алу, жалпы әйелінде стадионда көп біледі, екі баласы бар, екеуі де жүреді. Және бір қызықты енді ақпарат айта кетейін. Қайратта Антон Крачевский деген ойыншы ойнаған. Сол маған айтқан еді. Жауап алу, жалпы ойыншылармен жүрген кезде айтады екен, мен балаларым әдемі ма деп сұрайды екен да. Иә деп айтса, әйеліме тартқан ғой, маған тартқан кезде албасыдай болып шығады деп айтады екен да. Өзі солай әзілдейді екен. Енді бұрын олай тұрғаннан кейін айтады жүр өзінің. Өзі сөйтіп енді өз-өзіне әзілдейді екен, әрине. Бұл енді Антонның айтып берген ақпарат еді. Әрі қарай жалғастырайық. Дұрыс, есеп 1-1. Үшінші ойыншымыз Әйгерім. Иә. Саған. Мен саған қарап отырмын ғой, сурет емес. Иә, әрине Лука Модрич педі. Иә, дәл өзі. Енді негізі Лука Модричтің бір сұхбатын көргенде өзінің шыққан жерін, қалай болғанын, қалай футболға келген жайында айтып кеткен. Сол кезде есте қалғаны, қателеспесем 6 жасында соғыс басталып кеткен. Соның арасында атасы да қайтыс болған. Сол кезде мен бұлар көшіп кетіп, жалпы футболға келгеннен кейін осы бір-екі жылдай ма бір айғай-шулары болды. Соттасқан кездері болды. Оны, по-моему, бүкіл әлем білді. Кімнен? Жоқ, Модрич емес. Модрич емес пе еді ол? Бірақ соғыс туралы дұрыс айтып отырсыз. Модрич емес соттасып. Қой, Модрич соттасып, 2 жылға ма созылды ғой соттары. Потом бұл деген жанкүйерлер деген жек көріп кетіп, кәдімгідей Реалдың ба нелері неге шығып, типа забастовка сияқты. Сонымен бұл деген үйтіп-бүйтіп ол ақталып шығады. Одан кейін білуімше 2018 или 2019 алтын доптың иегері болған Модрич. Осы соттасты мен білуімше. Керемет, мен бұл ақпарат білмейді екен, шынымды айтсам. Да, или я путаю. Насколько я знаю. Жаңа айтып жатырмын, өйткені мен или я путаю. Жоқ, былай қылайықшы, құрметті көрермендер, егер де шынымен де Әйгерім айтып отқан дұрыс болса, мен бұл ақпарат жоқ, мен может путаю басқа бір информациямен. Сол туралы жаза кетсін.
или ұқсатып отырмын ба, бірақ жаңағы жалпы интервьюінде айтқан, мен соны көріп айтып жатырмын да, жаңағы соғыс басталып кеткен апасы жаңағы ойбай бір нелер сондай военный машиналар келе жатыр деп атасы тексеріп кетуге барған екен, сол кезде жақын расстоянияда оқ тиіп кеудесіне қайтыс болғаны деген сияқты. Сол жақтарын білем. Сосын алтын доптың 2018 либо 2019-да алтын доптың егері болған. Модрич. Дұрыс. Толыққанды дұрыс жауап. Бұл хорватиялық ойыншы, сол Хорватияда бұрынғы Югославия деп айтып жатамыз ғой, Словения, қазіргі Чехия, оның қасында Албанияда көптеген сондай мәселелер болып жатқаннан кейін енді бұл осы Луканың да отбасына өзінің сондай қайғылы әсерін тигізгені рас, ол туралы айтқанында білеміз. Дұрыс жауап. Ана соттасқан туралы тез гуглде жүріп көрейікші ме? Мен уайымдап отырмын. Жоқ, егер де олай болмаса ештеңе етпес, себебі біздің көрермендер енді сенің осы жалпы Луканың отбасының сондай атасы соғыстан қайтқан туралы білгенінің өзіне де керемет тамсанып отыр деген сенімдемін. Әрі қарай жалғастырайық. Есеп 2-1 қазіргі таңда Нұрсұлу, сенің кезегің 4-ші ойыншы. Сендер әдейі қоясыңдар ғой десең. Бұл Ройс, иә? Бірақ мен бұл футболист туралы көп информация білмеймін, бірақ енді ойнамайды деп естідім ба? Өтірік па? Жоқ, өзінің клубынан, Боруссия Дортмунд футбол клубынан кетіп бара жатыр. Және осы финалда, жаңа біз айтқан Уэмблиде, осы Боруссиямен өнер көрсетеді. Қазіргі таңда енді қосалқы құрамның ойыншысы болып қалды. Бірақ негізінде бұрындары мықты ойыншы болған. Бірақ енді өкінішке қарай жарақат өте көп алды. Соның салдарынан өзінің потенциалын деп айтайықшы, толыққанды аша алмады. Солай әрі қарай жалғастырайық. Дұрыс жауап. Есеп 2-2. 5-ші ойыншы Әйгерім. Жиру ғой бұл. Дұрыс. Жиру бұл қай эмблемасында тұрады. Жоқ, қазір айтамын. Жиру туралы самый лучший бомбарист дейтін беді. Бомбардир дейтін беді. Франция елінің, сондай екен білем. Бірақ қатты жанкүйерімін, қатты информация білем деп өтірік айтпай ақ қойын. Опять же, бұл информацияны хорошо қазспортта жұмыс істейміз деуші. Дұрыс айтасың. Сол жағынан білемін. Франция ұлттық құрамасының үздік сұрмергені. Самый лучший бомбарист Франция деп айтқанын білемін. Дұрыс айтасың. Үздік сұрмергені жалпы көбісі ойлайды, ол Бензема бұл мүмкін, Анри бұл мүмкін, немесе Мбаппе деп жатады. Бірақ ол Жиру және осы қателеспесем 2020 немесе 21 жылы Европадағы ең сексуалды футболист осы Оливье Жиру болған. Мен де вкусах не спорят деуші. Енді ол. Абатта да сақал бар деп, абатты тұғы жетсек. Дұрыс, есеп 3-2, әрі қарай жалғастырайық. 6-шы ойыншымыз Нұрсұлу. Саған. Кім екен? Кім еді бұл? Кім еді, ұмытып тұрмын. Жаңағы 7 ненің алтын доптың иегері ше деп ойнатсай. Дұрыс. Актрисамыз ойнатсай. Дұрыс. Лионель туралы. Месси туралы ма? Месси енді қазір бір командада ойнайды да. П-дан басталады. Интер Майами. Жоқ. Бастықтардың аты П-дан басталады, тоже бұрын футболист болған. Бэхэм. Б-дан басталады, Бэхэм. Бұрын футболист болған, иә? Соның командасында ойнайды. Қандай дедің? Интер Майами. Интер Майами? Білмейді екен ол туралы деші. Көргем, матчын көргем бір рет. Лионель Месси жалпы әлемдегі үздік футболшылардың бірі қазіргі таңдағы. Салмақтылығы ұнайды маған Мессидің. Өте спортшылардың арасындағы футболшылардың өте салмақты, сосын бір андай әрдайым бір ағалық несін көрсетіп жүретін футболшылар сияқты деп көрінеді да маған өзіме. Жас футболшылар қасында көп қой. Бұл ардагері десек болады футболды. Жаңада қолдауы, өзінің қасындағы жас футболшыларды беріп жатқан бір интервьюдағы сұхбаттарында бір ақыл кеңестері, бір ерекше, сонысымен бір ақылды, байсалды спортшылардың бірі деп айтсақ та болады. Әйелі де әдемі, балдары да бір сүйкімді. Өте. Және осы Нұрсұлу жақсы әңгімені бастадың. Әйелі демекші жалпы біздің қыздар қауымына ғана емес, жалпы ерлерде осылай болу керек деп ойлаймын.
Лионель Мессидің әйелі Антонелла Ракуццо екеуі бір ауылдан Иә. бір яғни көрші болып тұрған, Иә. яғни бала кезден бастап бірге жүрген, енді қазіргі таңға шейін ол әлемдік жұлдыз болса да бүкіл әлем аузына қарап отқан, әлі де бірге және керемет нағыз соны отбасының айтып үлгісін отырмын көрсетіп ғой, жаңағыдай да көрініп тұр да, тәрбие көргені, қаншама қиыншылық көргені десе де, жаңағы бекер айтпайды ғой, алтын көрсе перзентте жолдан қайтарады деп ше. Сондай да, ал бұның соншалықты адамгершілігі молдығынан мүмкін. Одан кейін бұл жерде осы Месси деген бүкіл әлемдік футболшылардың қатарына кіруге себепкер болған, мен ойлаймын, әйелінің де бір қатысы бар деп. Өйткені сол бір кезден бастап бұның да қаншама жеңілістері де болуы мүмкін, мұңайған кездері, өзін көрсете алмаған кездері болады. Сол кезде де қолдап, қолпаштап келген, ол әрине қасындағы жары деп айтсам, енді артық айтпаспын. Сол себепті келінім саған айтам, қызым саған айтам, келінім сен тыңда дегендей болсын. Еркошталды құрамада күтеміз. Иә, келесі бір қаншама жылдан кейін болсын, сөйтіп айтып отырайық, Нұрсұлу осылай Еркебұланды қолдағанның арқасында деген сияқты. Сондықтан Мессидің әйелі жалпы Мессидің өзіне ғой ең алғашқы бір кәдімгідей қолдау көрсеткен, білмеймін, бір Месси туралы айтуға көп, ауызды отырып айта беретін нәрсе көп деп ойлаймын. Дұрыс. Есептеуіш, Нұрсұлу дұрыс жауап бердің, бұл Лионель Месси болатын. Енді 7-ші ойыншымыз, әйгерім саған. Бұл кім екен? Мына жерде жас па болып көрініп тұр, маған негізі бұл кісі кішкене не емес па, иә? Иә, бұл жас кезіндегі суреті. Қазір айтам, Мальдивы деген сияқты, иә, Мальдинин. Мальдивы деген сияқты, дұрыс айтасың. Мальдинин бұл да жаңағы кім? Мальдинин. Жоқ, нин емес, Мальдини. Мальдини. Жаңа Мальдиви деген сияқты ғой. Тағы да. Бұл да бір ең мықты атақ бар ғой бұны енді айтатын. Защитник емес қой бұл, иә? Самый лучший қорғаушы әлем бойынша деп айтады. Сол кездері, өзінің заманында. Өзінің заманында, әрине. Бұл кісі енді қазір сол үшін айтып жатырмын ғой, ол жас кезі ғой. Бұл кісі енді қазір білмеймін, шамалап. Бұл кісі қазір спорт директоры. Директоры, иә. Шамалап сол жаста ғой. Бірақ кезінде әрине өзінің ойнаған кезіндегі ең мықты қорғаушы деген атақ алған спортшылардың бірі. Және бір қызығы дәл осы Мальдинидің жейдесіндегі нөмірі бар ғой, 3-ші нөмірді Милан футбол клубы қолданыстан алып тастаған, яғни осы Мальдинидің құрметіне арнап. Ол тек қана Мальдиниға ғана соныкі ғана болу керек деген немен ғой. Егер де Мальдинидің ұлы, немересі, шөпшегі болса береді. Сол кеп Миланда ойнайтын болса, және сол 3-ші нөмірді алғысы келсе, сол ойнай алады. Қазіргі таңда Мальдинидің ұлы бар, Даниэле Мальдини деген шабуылшы, ол 21-ші нөмірмен өнер көрсетіп тұрады. Былай қарасаң, құрмет қой, сондай бір керемет. Өйткені 3-ші нөмірде басқа спортшыларда өзін өнер көрсетуіне болады ғой, бірақ есте қалсын 3-ші нөмірдегі ол Мальдини деп атақ берген, орын берген. Дұрыс, есеп 4-3. Нұрсұлуға бүгін өте жолы болып тұр десек те болады. Келесі ойыншымыз, ол кім екен? Жаңағы жігіт қой, бойы ұзын. Бұл Нұралы Әліп. Мен өзім негізі Ақтаудың қызымын да. Нұралы Әліп біз мектепте оқыған бірге. Мен 20-ші мектепте оқыдым. Бұл да сол жағы, бірақ бұл сабаққа келмейді. Ол кезде футбол ойнайтын. Менен бір класс жоғары оқитын, анда-санда сабаққа келетін, сосын Алматыға мен 1-ші курсқа түскеннен кейін оқуға. Нұралы Әліппен бірге достарымызбен шығады, мен қыздарыммен бұл достарын алып шығады, тек далаға шығатын. Ол кезде бұл Қайратта ойнайтын, иә, солай таныстық Еркошпен. Солай Қайратта ойнайтын, Еркебұлан екеуі бірге ойнайтын. Қой енді қазір. Содан кейін бұның қызы пайда болды, Әйгерім деген, одан кейін жоғалып кетті, бізбен дос болмай кетті. Жоқ, Нұралы Әліпті ол мен емес, депші. Сен қазір, жоқ, мен білмеймін, Әліптің басы бос па негізі? Жоқ, әйелі бар, қызы бар. Иә, енді ол сен неге Әйгерім туралы айтасың? Иә, бұрынғы кезде айтып жатырмын да, қалай танысқанымызды. Жоқ, қазір әйелі. Иә, әйелі ғой қазіргі Әйгерім. Ой, бәсе. Сол Әйгерім әйелі пайда болады қызы, сонымен Нұралын таппай қаламыз. И бір кезде әйелімен мен танысам ғой. Екеуміз подруга болып кетеміз, сонымен қайттан Нұралымен жүр. Олар қазір бірақ Зенитке кетті. Питерде. Қателеспесем, сен сол Питерде болдың, иә? Иә, стадионда болдың, Нұралының үйінде болдың. Қалай екен атмосфера? Күшті.
Керемет па? Питерде ерекше Зенит командасын күшті болды матчы. Керемет, дұрыс. Тек қана әліптеп қана айтады екен ғой, ондай информация білмейді екен. Жақсы болды. Нұрсұлуға түскені Әйгерім туралы күшті бір ақпарат біліп алдық деп ше, Әйгерім туралы. Әйгерім деп айтып қойсай. Жоғалып кеткен екенсің ғой деп ше. Дұрыс, есеп 4-4, әрі қарай жалғастырайық. 9-шы ойыншымыз Әйгерім саған. Бұл жігітті білмеу ұят. Ана біз тікелей эфирде кім екеуміз, Әлімжан екеуміз Роналдо туралы бір сұхбат айтып жатырмыз да, информация айтып жатырмыз. Сол кезде менің Криштиану Роналдо деп айтуға тілім келмей қалады да, тікелей эфир ғой, өзің білесің ғой, тікелей эфир тілім келмей қалады да, туф, осындай кезде деген, типа, атын айта алмай қалам, краш деп айта салам ғой, краш деуші, краш деп айта салам ғой, тілім келмей. Сондай бір қызық болған, әрине бұл Роналдо. Роналдо негізі әрдайым бәрі біледі ғой, кез келген сұхбатында ең бірінші анасына алғысын айтады, әрбір доба анасына жаңағыдай арнайтынын айтады. Өйткені негізі Роналдоның ғана анасы емес, кез келген тұлғалы адамдардың артында, жалпы бәріміздің артымызда, ол біздің үлкен еңбегіміздің, жемісіміздің, жеңісіміздің артында тұратын ол біздің аналарымыз, аналарымыз, әкелеріміз. Бұл жерде енді бұның әкесі жоқ, білуімше, анасы жоқшылықты да көрген, барлығын осы баласына арнаған. Сол себепті бұл енді қазір өмірінің бар бір бөлігін деп айтамайын, бар бөлігін анасына арнайтыны сөзсіз. Қаншама 4 баласы бар ма еді? 5 баласы бар ма еді? Көп, 4-5 баласы бар. Маған ұнайтыны, әйелі қатты ұнайды. Негізі алдыңғыға қарағанда деп айтайыншы. Білмеймін неге енді. Ерекеңе қарағанда, шейханға қарағанда деп қалай айтсақ болады. Енді білмеймін, енді әркімнің өзінің заслугасы деп айтамыз ғой. Бірақ десе де өзінің ұстануы, екеуін танысқан, былай қарасаң қарапайым қыз ғой, бір модель жаңағыдай бір мисс бір нәрсеге қатысқан кезінде. Гуччиде консультант болып па жасаған? Жоқ, солай болған. Жоқ, солай. Роналдо дүкенге келген, Гуччидің ба, Праданың ба. Сол кезде Гуччиге сатушы жұмыс жасаған. Сол жерде танысып қалып, Джорджинияның бұл туралы айтқан мынандай ақпарат бар. Мен азында жұмысқа автобуспен келетін едім, кешке Роналдо мені Бугаттимен алып кететін. Жандағы қыздарға мен қазір Роналдоге Бугаттимен алып кетеді дегенде қумаш деп айтатын еді. Жоқ, вообще өзін айтып жатырмын да, ана же как модель, мисс сияқты. Ол қазір енді, негізі балерина болған, қазір енді модель болып жүр. Десе де жаңа айтқым келгені, бұл да Роналдоға енді анасынан кем қолдау көрсетпейді деп ойлаймын. Енді бір жағынан балаларында қаншама бала шағасы бар, соның бәрін күтудің өзі, қарап жүрудің өзі, одан кейін Роналдоға да қолдау көрсетудің өзі, ол да әйел адамға жаңағыдай ең бірінші орында тұратын жаңағыдай міндетінің бірі деп ойлаймын. Өйткені бұндай деңгейдегі әлемдік Роналдино болғаннан кейін ол деген енді білмеймін, оның әйелі болу арман шығар, әрқайсысының. Десе де мен айтқым келгені, сондай азаматтың әйелі бола тұра, өзінің қай жерде жүрсе де қалай ұстау керектігі, мына жақта бала шағасының қызметін жасау керек, анасына дегендей. Жоқ, қарауын қарайды ғой, әрине оған жағдай жетеді ғой, десе де ананың орны бөлек қой. Сол сияқты Роналдоның да анасынан үлкен үлгі алады деген ойдамын да. Дұрыс айтасың. Және де Роналдо деген кезде анасы бірге еске түседі. Сол себепті ұзақ айтпай-ақ қойық, енді Роналдоны бәрі біледі. Және тағы да бір қызығы жаңағы қалай дайындалатын да, қаншама миллиардтап ақша жұмсайтын да өзінің денсаулығына, үйінде қаншама нәрсе бар, залдарының өзі дегендей. Дұрыс айтасың. Айта берсек көп. Өте дұрыс жауап, толыққанды жауап. Біздің кейбір біздің бағдарламаға келген ер жігіттер деп айтайықшы, солардан да сендер толығырақ жауап беріп. Енді Криш туралы білмесек деп. Жауап беріп. Қыздар айтпағанда кім айтады? Керемет. Енді екінші таймымыздың соңғы сұрағы, Нұрсұлу саған соңғы ойыншысы, ол кім екен? Саған негізі повезло деп айтайыншы. Бұл Шацкий. Қазір Ақтөбеде ойнайды, Ақтөбеде ойнайды. Сосын сборныйда ойнайды. Не дейтін еді? Қақпашы болып ойнайды. Сборныйда постоянно көремін, қазір Ақтөбе ойнайды. Мықты негізі. Біз Қайратпен Ақтөбе ойнаған кезде вообще доп жібермейді. Кеше Қызылордада ойнаған кезде осы кісі болды қақпашы.
Қызылорда. Қайрат пен Қайсар ойнаған. Жоқ, бұл Ақтөбеде тұрады. Или түрлері ұқсайды ма? Ұқсайтын шығар. Алыстан енді көзім көрмейді ғой, бірақ ол- кім қақпашы болған көрген жоқ, бірақ екеуі ұқсаттым да. Сол кезде. Дұрыс, бұл Игорь Шацкий. Шацкий. Және екінші таймымыз осымен өз соңына жетті. Бұл жақта да қайтадан тең. Есеп тағы да 5-те 5. Осы жерден жаңа 100 000-ді 50 000-нан бөліп кете береміз ғой деймін. Иә, соңына шейін ойнайық. Егер де тең болып қалып жатсаңдар, міндетті түрде енді тең нәтиже болғаннан кейін солай тіркейміз. Олай болса енді экстра таймға кетейік. Иә, олай болса біздің соңғы шешуші кезеңіміз экстра таймға да келіп жеттік. Бұл жердің енді ережесін түсіндіре кетейін. Қазір біз футбол клубтарының эмблемасын көрсететін боламыз, бірақ қандай да бір жазуын немесе белгісін өшіріп тастағанбыз. Қиын болу үшін. Кім бірінші жауап береді? Сол ұпай алады, яғни бұл жерде ешқандай да реттік деген жоқ. Егер де бір сәтте айтып қалып жатсаңдар, онда бір ұпайдан береміз. Бірақ біреу ертерек айтып жатса, бұл жерде енді түсірілім тобы бар. Бұл кісілердің тәжірибелері мол. Осылар ақылдасып, кім бірінші айтқанын шешетін боламыз. Барлығы. Басы төбелеспеңдер. Барлығы түсінікті болса, онда бастайық. Экстра таймның алғашқы футбол клубы ол қай футбол клуб екен? Қайрат. Бірде-бір бұл жерде, иә. Ешқандай да даусыз, бір ұпайдан. Иә, олай болса әрі қарай жалғастырайық. Екінші футбол клубымыз ол Реал Мадрид. Ана несінен коронасынан да. Корольдің несі ғой клубы, иә? Ана спонсировать ететін сол үшін. Иә, бұл ақпарат айтшы, біліп тұрсың ғой. Иә, соны айтып жатырмын ғой. Испанияның королі алғаш өзі осы клубта спонсировать еткен. Сол үшін ана басында коронадан білуге болады, что корольдің командасы. Дұрыс айтасың, және осы сөзіңнен кейін тағы да Реалдың 1000 жанкүйерлері саған қарай кетті. Біздің Қазақстанның ешкім кетпей ма? Саған Қайрат келіп жатыр ғой. Соны айтамын. Қайрат скоро маған да келетін сияқты деп ше. Қандай да бір инсайттар болса, Айгерім бөлісе отыр деп кәдімгідей инсайт алып алсаң да. Иә, бұның бәрі әзіл. Үшінші футбол клубымыз ол Боруссия. БВБ. Дұрыс па? БД ғой, БД. Иә, дұрыс. Айгерім бірінші айтты деп мұнда көрсетіп жатыр. Информация айтамын дейді. Жоқ, ұмытып қалдым уже. Ұмытып қалдың ба? Иә, жаңа айттым. Дұрыс. Ұмытып қалдым бірақ. Чемпиондар лигасының финалында ойнайды, Ройс ойнайды. Иә, Ройс. Иә, дәл осы клуб, иә. Дұрыс. 3-2, Айгерім алдасың. Төртінші футбол клубымыз Арсенал. Арсенал туралы ақпарат, Айгерім? Арсенал, білмеймін енді, қазір қатты көп футбол қараймын деп айта бермеймін. Бірақ Арсенал один из лучших командалардың, клубтың бірі. Дұрыс, иә, және қазіргі таңда біз бағдарламаны шығарып үлгеру керекпіз. Соңғы ағылшын туры болады, сол жерде чемпиондықтың тағдырын осы Манчестер Сити екеуі шешейін деп жатыр. Және қазіргі таңда сәттілік, Арсенал. Тағы да бір қызықты ақпарат, әлем бойынша жалғыз қазіргі таңда, бірақ бұл жалғыз болмай қалуы мүмкін, жалғыз клуб алтын кубок алған. Алтын кубок деген ол бір маусым бойына бірде-бір рет ұтылмаған. Бірақ оны қазір Байер бұзуға жақын. Егер де Байер солай жеңіп жатса, Германия Бундеслигасы алтын тәрелікке береді деген өзім қалаймын, берсе екен деп. Дұрыс, есеп 4-2, әрі қарай жалғастырайық. 5-ші футбол клубымыз ол Милан. Дұрыс. Милан 63-ші жылы, 1963 жылы алғаш рет Европа чемпионын ұтқан. Неге дұрыс емес па? Жоқ, айта бер. Милан емес па? Дұрыс. 63 жылы. Мен просто... Неден Қаспорт аман болсын деп ше? Мен шынымды айтсам, мен өзім шынымды шок болып отырмын. Сценарийден оққам, Милан туралы. Мен ол эфирде болмадым. Ол эфирде болмадым. Содан білем, Миланның мына жақталарын өшіріп тастайсыздар ғой сіздер, эмблема бәсе, сол Миланға ұқсап тұр. Сол 63 жылы жаңағы алғашқы Европа несінің кубогын алған. Чемпиондар лигасын жеңіп алды, және қазіргі алғашқыларының бірі ғой. Италиядағы алып футбол клубтарының бірі. Дұрыс, есеп 5-2, әрі қарай Нұрсұлу. Ойынайық Нұрсұлу. Алтыншы футбол клуб ол Ақтөбе. Дұрыс. Ақтөбе. Наконец. Білем мен де негізі Ақтөбе екен. Нұрсұлу қазақ футболының эксперті.
келесі жолы подкастқа шақырамыз. Бүкіл инсайттарды жаңа той туралы әңгімені айтып отырасың. Ақтөбе футбол клубы туралы ақпарат бере кетсең. Ақтөбе футбол клубы сол жаңа жанкүйерлерімен ерекшеленеді. Ішінде жақсы ойнайтын Самородовты танимын. Кім бар еді ұмытып тұрмын. Тағы берген ол бұрын ойнады, иә. Сосын тағы бір бар, Асхат. Тағы берген емес. Әлібек Қасым бар. Қасым. Арман Кеңесов бар. Арман Кеңесов. Иә, жарайды. сол ойыншылар, қазақтардан осы ойыншылар және сенің жарыңның Еще қатарластары. қазір КПЛ-да білуімше бірінші орында тұр, иә? Иә. Дұрыс, толыққанды жауап. Және 7-ші футбол клубымыз немесе еліміз деп мен сендерге сәл бір көмек беріп жіберейін. Ол КФФ жазылып тұр ғой. Қазақстан футбол федерациясы. Жазылып тұр ғой. жазылып тұр, өтірілмеген ма не? Еще деген сондығы бейт тұрып айтқаным ше. Қазақстан футбол федерациясы. Қазақстан футбол федерациясы біздің ұлттық құрамамыздың. Күшті намек тастағаның ше бізге. Біздің ұлттық құрамамыздың төс белгісі. 8-ші футбол клубымыз ол Челси. Менің сүйікті футбол клубым. Эмблемасы деп өзің айтып едің ғой маған. Менің сүйікті футбол клубым. Челси туралы ақпарат бере алмайсың ба? Енді көп. Өзім айтайын, ағылшын футбол клубы 1905 жылы құралған және көп жұртқа осы көп көрермендердің естерінде болса, Челси футбол клубы Наурызбен құттықтаған еді. Сол видеоны біз компаниямызбен. Есінде ма біз көрсетеді ғой еще? Иә. Өлең айтып билегендері. Иә. Сол қай өлең еді? Бір бір өлең видеолар шығып кетті ғой. Бір өлең айтып билеп барлығы. Наурызбен құттықтады вообще. Иә, Наурызбен құттықтаған кезде соны біз компаниямызбен жасаған болатынбыз. Енді көп көрермендер оны білуі де мүмкін, білмеуі де мүмкін, бірақ десек те, иә, осындай ұлы клуб деп айтайыншы мен үшін. Әрі қарай жалғастырайық. 9-ші футбол клуб ол Париж ПСЖ. Бір ұпайдан берейік енді. Бұл жерде біреу Париж деді, біреу ПСЖ деп. Яна, неден башнядан білуге болады да? Эйфелева башнясы тұр. Бұл енді ПСЖ футбол клубы. Килиан Мбаппе, Месси, Неймар барлығы ойнаған. Соңғы футбол клуб ол кім екен? Барселона. Барселона дұрыс. Барселона футбол клубы. Эмблемаларын танымаймын екен, футбол қарағанда үстінде кішкентай болып тұрады ғой, мән бермейді екен. Біліп қайдан біліп отыр, бәрін біліп жүрейік. Түсінікті, осымен ойынымыз аяқталды. Қазақстанның футболшысының әйелі екенін біліп тұр да. Есепті қазіргі таңда айтпайын, енді көңіл күй қалай, жалпы ойын ұнады ма сол туралы ойларыңды бөлісе кетсеңдер. Ұнады, күшті. Қандай әсердесің Нұрсұлу? Күшті әсердесің ба? Әйгерім? Негізі бір қуанып отқаным, Қазспортта жұмыс істеп жатқаным. Себебі біз 2 сағат көлемінде тікелей эфирде көптеген информация айтамыз да негізі. Мағлұматтармен бөлісеміз, ақпараттармен дегенде сосын спорттың жұлдыздарымен сұхбаттарын көріп жатамыз. Содан қазір маған көп көмегін берді десем де болады. Кезінде негізі футболды әкеммен жарысып қарайтын. Содан бір білерім бар, қосқаным бар. Содан кейін жаңағыдай кезінде де енді қай арна екенін айтпай қойын. Тікелей эфирде жұмыс істедім. Сол кезде де бізге спортшылар, футболшылар көп келетін интервьюға, сұхбатқа. Содан алдын ала келетін немесе айтатын спортшы туралы ақпаратты іздейміз біз. Өзіміз жүргізуші, тележүргізуші ретінде. Содан да біраз білетінім бар екен. Бірақ анау айтқандай қатты білем деп айта алмаймын. Бірақ бүгінгі ойынға қарасақ, бір кәдімгідей білетін сияқтымыз. Спорт каналдың біздің Әлімжан, Қазспорттың нелері, бастықтарымызды айтамын да, нағыздар дұрыс таңдаппыз ғой деп айтатын жар осы жерде. Сосын одан бөлек мен де білмейтін көптеген ақпараттарды Нұрсұлудан естіп отырмын. Жалпы осындай бағдарлама болу керек деп ойлаймын. Тек қана ер адамдарға ғана қатысты емес, сонымен қатар қыздарға да, себебі біліп жүргеніміз абзал болмаса да біліп жүргеніміз өзімізге жақсы. Біріншіден өйткені ел көреміз, жел көреміз. Барған кезімізде, ол мына футболшы шыққан жер, мынандай ойын болған жер. Чемпиондарымызды біліп жүргенімізде ол енді өзімізге бір абырой десек те болады. Керемет. Әлімжан өзінің әріптестеріне ең оңай сұрақтарды дайындап қойған. Жоқ, енді бұл жерде енді сөздің шыны керек, қатты оңай сұрақтар деп айта алмаймын. Жалпы енді футбол көретін адамдар үшін оңай болуы мүмкін, бірақ енді арулар болғаннан кейін, қыздар болғаннан кейін жалпы. Бір жағынан танымал болғаннан кейін де мына нелерде енді бұрынғы, мысалы үшін мен кезінде неге не қылатынмын, жанкүйер болатынмын.
Ювентус. Ивентусқа қатты жанкүйер болатынмын. И мен жанкүйер болып жүрген кезінде ана қара полоска, ақ қара еді ғой нелері, ұтылып қала береді. Мен айтамын да болды, болмайын бұларға жанкүйер деймін да. Сосын бәрі Ивентусқа жанкүйер болатын. Өйткені мен жақын таныс досым болатын. Сол кәдімгідей ойындарына баратын, футболкаларын сатып алып келетін, жаңағы сол кезде маған біреуін сыйлаған. Содан бастап мен өзімше білмеймін ғой қандай топ екенін оның ол баста. Қай бір жылдары ғой 4-5 жыл бұрын, қателеспесем 2017-16 жылдары. Сол кезде сол Ивентусқа қатты жанкүйер болған мен. Бірақ мен көрген ойындардың бәрі ұтылып қалған. Бір ұтқаны есімде жоқ, шынымды айтсам. Содан бастап бір жаңағыдай ғой формаларының, мысалы үшін Мбаппе ақ форма мен көк форма киетінін білемін да мен. Бірақ қай команда екенін білмей жатам кейде. Бір сондай моменттер ғой. Дұрыс, Ювентус футбол клубы мен үшін де өте ерекше футбол клуб, себебі жалпы Европадағы алғашқы мен барған стадион сол Ювентустың стадионы еді, Альянс стадион деген Турин қаласында. Енді адам өміріндегі алғашқы жайттар әрдайым есінде қалады ғой. Сол мен үшін сол жағынан есінде қалған футбол клуб. Одан кейін футболда біздің қазақстандық енді футболшыларымызда осы алдыңғы жылдан бастап керемет бір ойын нәтижелер көрсетіп жатыр ғой. Содан кейін де футболға деген махаббатымыз одан қатты арта түсті деп айтсам кем болмас. Себебі біз енді Роналдо болсын, Месси болсын, жаңа кім бар, аты кім еді? Мбаппе болсын. Одан бөлек Мбаппе 98 жылғы ғой, 25 жаста ма, сондай жас қой негіз. И тағы да бір футболшы бар, қара. Атын қалдым, соған қатты жанкүйер болатын. Есімде жоқ енді, қазір айтпай қойын кім екенін. Жалпы солардың ойындарына ғана емес, енді өзіміздің де қазақ еліміздің футболшыларына кәдімгідей сүйсіне қарап жатқанымыз, сосын жанкүйерлеріміз арта түсіп көбейіп жатқаны білінеді. Өйткені жақсы ойындар көрсетіп жүр. Енді бұл тұрғыда шетелдік, мысалы үшін нелерін, эмблемаларын болсын, формаларын болсын, аты жөндерін біліп жатсақ, біздің қазір көрермендерге айтайын деп отқаным, қыздар болсын, жігіттер болсын, өзіміздің де футболшыларымыздың аты жөнін, киімін болсын, эмблемасын болсын біліп жүрген дұрысырақ болар, өз отандастарымызды қолдап дегенде. Өйткені ол кісілерге шетелдік деңгейдегідей жанкүйер бола алсақ, мен ойлаймын, ол кісілер әлі алдағы уақытта сол бір жаңағы айтып кетті ғой, Уэмбли стадионында өнер көрсетсін деген бір тілек. Жаңағыда алтын доп иегері болатындай бізде ойыншыларымыз қазақ елінен шықсын деп тілегім келеді. Және де жаңа айтып жатқан көрермендеріміз жақсы жанкүйері болайық, бір-бірімізге сенейік, қолдайық. Сол кезде нәтиже шығады міндетті түрде. Жаңа үзіліс кезінде де айтып жатырмыз ғой. Қайраттың да жаңағы тренерлары ауысып жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр дейді. Ол тренер бапкерлерге де үлкен негізі жүк та, былай қарасаңыз. Және де ол кісілердің бір айтқан сөздерінен жігіттерге деген үлкен бір құлшыныс беруі әбден мүмкін. Сол себепті қолдайық, біліп жүрейік, кім бапкер екенін, қандай ойыншы мықты екенін дегендей. Тілегім сол. Осы бағдарламаға Әлімжан, рахмет шақырғаныңа. Барлық ұжымдарыңызға рахмет. Осындай бір керемет бүгін ойын ұйымдастырыпсыздар. Өзіме ұнады, өз басыма. Тағы да шақырсаңыздар келем. Міндетті түрде шақырамыз алдағы уақытта. Егер ойынмен толықтай келсем және толықтыра кететін болсам, егерде бұрындары біздің қазақтың жас өспірімдері, жас балалар деп айтайықшы, Месси болса, Роналдо болғысы келсе, қазіргі таңда сол Асхат Тағыберген, Зайнутдинов, Абат болғысы келетінді бізге хақ. Нұрсұлу сондай балалардың Сейдахмет болуына да өзіңнің септігіңді тигізгеніңді енді біз қалаймыз, сенен сұраймыз. Өзіңнің жарыңның мансабына көптеген биік белестер тілейміз. Енді бүгінгі ойынға алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Басында айтқандай жеңімпаз болу керек дедік. Жеңімпазды анықтайтын да сәт келді. Бүгін 15-те 18 деген есеппен 3 ұпай асырып, бүгінгі жеңімпаз Рине деп айтайын десем, енді екеуі де керемет ойын көрсетті. Қызық болды негізі. Актриса деп айтайыншы, бүгін жеңімпаз болады. Екеуміз актрисамыз ғой. Екеуміз де тележүргізушіміз. Продюсер дейбер депші. Актриса деп айтайын, Қазспорттың тележүргізушісі деп айтайын. Қайсы екен деп. Рине, Әйгерім Қалмұратова, 18-15, қошеметтеріңіз. Әйгерім, жеңісің құтты болсын. Рахмет. Енді біз бағдарлама соңында қонақтарымызға мынандай тағы сұрақ қоятынбыз. Біздің бағдарламадан
кімді көргілеріңіз келеді? Достарыңыз, араласып жүрген әріптестеріңіз, футболдан хабары бар. Кімдер көргілеріңіз келеді? Иә, ол футболшылар емес, футболдан хабары бар дейміз ба? Футболшылар болмай ма? Болады. Сонда біз те біреу айтқан бе еді? Жоқ, негізінде. Өзің шақырдың Өзім шақырдым. Бізде біреу айтты ма деп. Жақсы, жалпы енді жаңа айтып кеттік қой, алдыңғы жылдан бері жақсы жанкүйер болып келе жатырмыз. Барлығымыз футбол жайында хабардар болып жүрген жандар көп шығар. Өнер саласында болсын, жалпы өнер саласына келсек, мен айтар едім, шақырыңыз деп футбол ойнап жүрген және де өзі басқа спорт саласында өнер көрсетіп жүрген бір 2-3 адам айтсам, Елдос Сметов, ол дзюдоист, барлықтарыңыз білесіздер, чемпион. Сосын арасында футбол ойнап тұратын Әділбек Ниязымбетов, боксер, олимпийский чемпион білесіздер. Азат Мақсым, UFC, оны да білесіздер, ол да футбол ойнайды. Мен олар не үшін айтып жатырмын, жақында өзің білесің, медиа лигасы футбол болды, сонда мен жеке барған болатынмын. Сонан көрген медиа кісілерді айтып жатырмын. Серік Сәпиев бар дегендей. Одан кейін, ал өнерге келетін болсақ, футбол ойнайды, жақсы ойнап қояды. Олар Дәке, Тұрар, одан кейін кімдер? Блогерлер. Қазіргі таңда продюсер болды, Жансерік Қадырбаев. Футбол ойнайды, білуімше, енді инстаграмын көріп тұрамыз. Сол тағы кімде бәрін тізіп өтсеңді. Жоқ, қыздар қауымын шақырсаңыз қызық көрдіңіз ба? Иә. Солай шығар, енді білмеймін ғой, енді жігіттермен алдыңғы нелер қалай болған. Өте керемет шығарылым болды. Иә, қазір ол туралы енді айта кететін боламыз. Міндетті түрде сен айтқан жандарға хабарласып көреміз. Нұрсұлу, сен кім шақырар едің? Қыздарды айтшы, мен жігіттерді айтып кеткен сияқты. Мен білмеймін. Мысалы қандай футбол болады ғой, сол кезде комментарийде қыздар жазып отырады, мынау шығу керек еді, бүйту керек еді, мен бұны давно қараймын деп. Өнер адам емес, жанкүйерлердің арасынан. Жанкүйерлердің арасынан негізі футболды білетін қыздар көп. Мына жерде бар ғой, күшті не келді да, негізі жаңағы 10-ші сектор бар емес па? Сондағы яры бір нені, жанкүйерді, жанкүйер басшысы болсын, сол кісімен жаңағы Қайсар, жоқ, Қайсардың бір жанкүйерін екеуін алып келсеңіздер ғой, бір мына жерде мықты ойын болатын сияқты. Жалпы фанаттардың арасында, фанаттардың арасында, иә, керемет, алдағы уақытта енді бұны да міндетті түрде қарастырамыз. Бүгінгі енді ойынымыз осымен соңына жетті. Осылай біздің студияға келіп, бізді қуантып, бізді ғана емес тек қана бүкіл көрермендерімізді қуантқандарыңыз үшін көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін. Жұмыстарыңызға, жалпы істеріңізге өмірде береке, сәттілік тілейміз. Осымен бағдарламамыз өз соңына жетті. Рахмет.